Ассалаумалейкум. Бүгін жаңа жылдан кейін енді бірінші жұмыс күні. Айтпақшы, жаңа жылдарыңызбен барлықтарыңызды. Бүгін жұмысқа барамыз. Жұмыс бір объем алғамыз, енді сол объеммен алысамыз енді. Қазір үйдемін. Техниканы бәрін үйге қоямыз. Қазір соны қыздырып жатыр, көресіздер, көрсетемін сіздерге қалай қыздыратын техниканы. Айтпақшы, сосын бүгін боевой день. Бүгін сол киімімді кидім. Өйткені далада жүрем. Соғысқа дайындалғандайға примерно. Ё-ма-ё, дала не болып кеткен, көршілерден сияқты. Қараңыздар. Үй жақ, не болып отыр, ё-ма. Техникаларды қазір объемға шықты, қыстың күні қыста тұрды енді үй жақта. Қазір, ё-ма-ё, түтінді көрдіңіздер ма? Мына жақта. Бір КамАЗ, 4 КамАЗ түтін деген кезде әлем ұш. Ё-ма-ё, құрсын өтім, көршілерден нет. Көршілерден нет екен ма? Қойыламыз. Енді объектке қоямыз. Техника, қоймайды екен де жатам. Қазір, Нұрланның несі. Удлинитель тартып отыр, қазір аккумулятор отыр қап, көшемен дыр-дыр дегіземіз қыздырып. Короче, мұны көшемен қазір зарядке беріп отыр қапты аккумуляторы. Не ғой? Манипулятор қазір жолды жауып тұр бұл. Бұл оталмайынша қазір самосвалдар шыға алмайды, бәрін самосвалдар шығып кетеді. Содан кейін құрсын бәрін объектке қойық самосвалдардың. Қазір объект басталды ғой, берса. Заряд жасап алады, оталдырып, сосын шығады. Осындай қиыншылықтармен, қыстың күні осындай қиыншылықтар болады техникамен жүрген адамдарда. Так, мынау біздің не мастерской. Как, Нурик? Қалғылай бұл. Мне мандай перчатка алу керек, Марат, мандай. Че за перчатка? Вот, рабочий перчатка. Қандай? Ух, ё-моё, мынаны қайдан алғансың? Ё-моё. Күшті ғой мынау перчатка. Мұны не солярка болмайды, май болмайды қолым. Жылы. Все понял. Қазір мастерской. Енді қазір жұмысқа дайындалып жатыр. Қазір берсе жұмысқа барамыз, объем бастаймыз. Бүгін 4 январь. Қазір енді объектке барғанда тақыт сөйледім. Ё-моё, қазір не қыздырып жатыр, далада минус температура. Горелкамен қыздырамыз қазір. Өйткені паяльниктерімізде, бензин бітіп қалды. Сол себептен горелкамен қыздыру керек болып жатыр. Атаның автономкасы сосын что-то істемей қойды. Алдында ғана қосқан еді автономканы. Әйтеуір таңертеңнен бері қандайды барлық қиыншылықтар, небір қиыншылықтар өткен. Жаңа жылда, мейрамда техникалар құрып қалды емес па, соған манипулятордың аккумуляторы отырды. Ол қазір зарядталып жатыр. Содан кейін паяльникте бензин бітіп қалды. Сондай қиыншылықтар қазір. Осының бәрін біз автоматты түрде енді етіміз уже үйреніп қалған, онда осының бәріне Құттаймыз енді бірдеңке қылып істеп жатыр. Мен қазір бара берейін объектке. Балалар өздері оталдырып келе береді, в принципе. Так, кеттік ал енді объектке. Мен нағып оталмай жатыр деп ойласам, оказывается, қараңыздар, бүгін минус 15 градус болып тұр екен ғой.
4 январь. Бәсе ағы оталмай жатыр, қиын оталып жатыр техникалар деп қыздырып нетіп. Енді ладно, бірдеңке қылып оталдыра береді, енді бізге экскаваторды барып оталдырып алу керек, қыздырып. Жүріп кетіп баратырмын объектке қарай. Қазір балалар келе береді өздері. Охо, бүгін 4 январь. Далада бір жан жоқ, бір адам жоқ, күн суық, таңертең. Арасында енді кетіп баратыр движениялар болды. Көбінесе жалпы халық көбісі әлі де үйінде жатыр. Ағайын, білесіздер ма? Мұны келе жатқан кезде қазір температура минус 16-ға дейін түсті. Қазір экскаваторымыз қалай оталады екен. Мынандай күн суықта негізі жұмыс істеуде өте қиын. Өйткені мына солярка минус 15 градустан кейін уже солярка парафин сете бастайды, қата бастайды. Сол кезде таңертең оталдыру өте қиын болады. 16 минус. Күн шында да салқындап кетті. ТЭЦ-тар барлық күшіне қосып жұмыс істеуде. Так, сонымен объектке келдік. Қазір минус 17-ге дейін түсіп кетті температура. Енді экскаваторымыз қалай оталады екен. Қазір экскаватордың жанына барайын. Балалар бакам көліктерді қыздырып неткенше таңертең келген. Уже сағат 9-дан асып кетті. Қазір әлі оталдырумен алыс жүрік. Уақыт жұмыр жүріп атыр зырылды. Так, мына экскаваторға келдік. Қазір жанат қыздырып. Аяқтың астында қар қытырлап жүр ғой. Датаға аяз болып тұр. Алматыға осы күнге дейін келмеп еді аяз. Бүгін аяздың бірінші күні оның үстіне тағы. Жаңа жылға тұрып қалған ғой техникалар. Содан жөнді оталмай өшім. Мен ойлап тұрмын, бүгін оталып кетсе, в принципе, уже қалған күндер нормально болып кетеді. Өйткені бұл жаңа жылдан кейін мейрамдарға тоқтадық, содан бері тұрып қалды ғой техникалар. Так, паяльникті качтап, қазір паяльник жағып қыздырамыз. Сіріңке іздеп кетті. Жанат, темек шекпейсің ғой дейм, сіріңке іздеп кетті. Спорт және махаббат қайда темегі? Қандай? Спорт және махаббат. Спорт және махаббат. Қайдағы темекі деді ғой. Сондықтан достар, сол сөздер үшін лайк басамыз, лайк. От души басындар лайкты, аямандар. Лайк тұтты, ол бір лайкта тұрған не бар? Түк керін кетпейді ғой. Жақ. Ассалаумалейкум. Бүгін не? Кейсіндір ме жарашын бірай? Бүгін погрузка қазір КамАЗдар келеді. Қазір қазып тиеп бастаймыз. Бүгін пока 4 самосвал болады. Бүгін мусор тиеміз. Пока біз доғырға да қазір қол қойылған жоқ. Бүгін сол доғырды мәселесін көтеріп, соған қол қойды, сосын барып, полный силы уже кіріс кетеміз. Пока мынау еще мейрамда тұрып қалдық қой, праздникке. Бұл соған неге? Бүгін 17 градус болып тұр, дәл қазір ме? Қазір 17, бағанда ертеңіз 19 болып тұр. Таңертең 19 болып тұрды ма? Вот, соны айтам. Қазір қар қытырлап тұр. Автобустан бері өткені кішкене 17-ге түсті. Оталдырып алу керек қой техникалар. Рысқұловтың бойына келе жаттым, Сифулин жақтан 19 көрсетті. Сен аға видеоға түсіріп не қылып отырмын бұл. Мен параллельно YouTube арнамын жүргізіп жатырмын. YouTube арнама халыққа көрсетіп кішкене қалай жұмыс істеу керек техникамен, қалай ақша табу керек. Сол жайлы болады негізі арнам, Кішкене сайт ашып не қылайын деп жатсың да?
Оны ашып қойғам сайтты. Аз маз подписчигimiz бар енді. Содан ары қарай уже бүгін шештім, ары қарай жақсылап дұрыстап, жөнін каждый мелочына дейін түсіріп, қалай ремонт жасау керек, қалай ақша табу керек, клиенттермен қалай жұмыс істеу керек, бәрін үйретемін. Бір жақты түсіріп не алатын болса, қазір даусым жазылып жатыр ма? Сіз даусыңыз ғана жазылып жатыр. Негізінде жазылып. Все болды. Я кейбіреулерге жағады. Рұқсат үстінен тұтады ма? Согласовать етіп болу керек та? Жарайды. Он көбісі. Так, Жанат фильтрді қыздырып жатыр. Өрте жіберме фильтр. Кірісіп кеткен. Красавчик. Так. Сейчас кішкене солярка қызсын, сосын толтырамыз. Астынан картерді қыздырдық. Не, ну, әлем чықырлай жүр. Қырт. Сонды. Бұндай аяз давно не болды, Алматыда?